армысыздар? Естіліп тұр ма? Асхат мырза, сізге екі сұрағым бар. Үшінші сұрағым бар еді, оған сіз қазір ғана жауап бердіңіз. Бірінші сұрақ. Мына мектеп бітірген балалар, біз енді конституция жазып қойдық, құқықтық мемлекетпіз деп. Құрып жатырмыз деген жоқпыз, құқықтық мемлекетпіз деп. Бірақ мектеп бітірген балалар құқықтан мүлдем махрұм болып шығады. Өз хақыларын білмейді. Бұл бір. Одан да бетер қауіптісі, өз міндетін білмейді. Мына 2006 мен 2011-дің арасында біз құқық негіздер деген оқулықтың авторының біреуі болдым. Ең көп таяқ жеген менмін. Өйткені қылмыстық құқықтан мен жаздымда, ана министерствода бір апай отырып алған, географиядан сабақ берген 40 жыл маған келеді айтады. Сенің мысалдарың қатыгез. Кісі өлтіру туралы, тонау туралы, қарақшылық, ұрлық туралы айтуға болмайды оған дейді. Айтам, ол балалар нешеде? 10-шы кластың балалары 16-17-де. Бірақ сонда 14-те оларды соттауға болады, бірақ 16-17-те айтуға болмайды. Яғни парадокс. Ал енді тіпті мамандық жоқ, құқық пәнінің мұғалімі деген мамандық жоқ. Кім береді? Тарихшы береді. Сіздер ренжімеңіз, енді сіз де тарихшысыз ғой. Ал мен тарихтан ештеме айта алмаймын. Сол сияқты тарихшы да құқықтан ештеме айта алмайды. Дәл сол сияқты. Енді осыған байланысты мамандық атымен жоқ. Тек қана мамандық болды. Ана архалықта тағы басқа бір педагогикалық институттарда болды. Методика преподавания права деген. 2-3 жылдан кейін жабылып қалды. Өйткені оларға сағат жоқ. Құқықтық мемлекетте 6-шы класстан бастап, ең болмаса 6-шы класстан бастап 6-7 бір-бірін қайталамайтын программа болуға тиісті. Яғни сосын мамандық болуға тиісті. Осы мәселені өткен жолы Саясат мырзаға да қойып едім. Сізбен ақылдасам деп айтты, ол мен уәде деп қабылдадым. Екінші сұрағым балалардың қауіпсіздігі туралы. Балалардың қауіпсіздігі дегенде, мысалы, киім мәселесінде біз баяғы парторг пен сельсоветтер сияқты костюмшалар кигізіп қоямыз. Ал негізі ол балалардың қауіпсіздігіне өте қауіпті. Осыдан 7-8 жыл бұрын мен магистранттарға зерттеу жүргізіп көрдім. Бір ғана жолағы болса баланың киімінде, ол 50 метр жерден байқалады жүргізушіге. Ал егер жалауға болмаса 5 метр жерден байқалады. 5 метр жерде реакция бере алмайды жүргізуші. Сондықтан да біз бір ғана жолақтың кесірінен балалардың қауіпсіздігін 10 есе төмендетіп жатырмыз. Ал жыл сайын адам өлетін, ДТП-дан өлетін адамдардың саны 2,5 мен 3 мыңның арасында. 10 жылда сонда біз 25-30 мың жоғалттық. 10 жыл Ауғанстанда біз 10 мың әскер жоғалттық. Ал 10 жылда біз 25 мың адам жоғалттық. Соның ішіндегі 3-тен бірі балалар. Балаларды біз бір ғана жолақ үшін Маңғыстауда түйеге жаңа жолақ салып, солай істеп жатыр. Енді осыны, сосын балалардың жаңа киіміне байланысты өзің шешерсің. Өйткені бала деген жыбырлақ балалар ғой негізі. Сондықтан оларға не классикалық үлгі емес, не спортивтік үлгі емес, ортасындағы бір үлгіні табуға жаңа кеңес берсеңіздер, немесе жаңа нұсқау берсеңіздер жақсы болар еді. Рахмет. Көп рахмет. Негізі бізде құқықтану негіздері деген арнайы пән бар, оны білесіздер, 9-шы сыныптан басталады. Мәселе сол пәнін болғанда емес, мәселе сол біріншіден оның мазмұнында, екіншіден соны беретін мұғалімдердің біліктілігі, оны кім береді және сапасы. Бүгін осы проблема осында болып тұр. Негізі бұл мұғалімдерді қазір дайындағанда нақты осы пәннің мұғалімдерін дайындау міндетті емес. Біз қазір не істеп жатырмыз? Біз орысша айтқанда боковой вход дейді. Біздің осы мамандыққа педагогикалық білімі болмаса да мамандыққа келу мүмкіндігін беріп жатырмыз. Сонда біздің университеттерге, мысалы осы пәнді беруге педагогикалық білімі болмаса да, бірақ осы сіз айтқан құқықтану мәселелерін жақсы білетін адам қазіргі уақытта біздің жүргізген саясатымыздың нәтижесінде олар келе алады. Үшіншіден, бізде университеттерде мейджор, майнор деген екі бағыт бар. Олар мысалы тарихты мейджор ретінде алса, басты бағыт ретінде алса, олар мен мектепке келіп осы құқықтану негіздерін берем деп, олар майнор ретінде осы бағытты алуға болады. Сонда ол мектепке келгенде екі бағытты да бірдей алып келіп, мектепке сабақ беруге мүмкіндігі бар. Егер осы пәннің бағдарламасы бойынша ұсыныстарыңыз болса, бірге жұмыс істейік. Негізі ол пәннің бүгінгі бағдарламасы бойынша да бізде сұрақтар өте көп. Өйткені 9-дан бастап бұл пән жүреді, бірақ нақты соның нәтижесіне келетін болсақ, сұрақтар өте көп. Бағдарлама мәселесінде біздің де ұсынысымыз болды, яғни. Жақсы, оны айтып отырмын, оны талқылайық. Экономикалық қылмыстардың немене керегі бар? Егер де 14-тегі білмесе, соны кім бекітеді? Министрлік бекітеді дейді, бізге өзгерттірмейді, мүлдем өзгертірмейді. Ол бағдарламаға байланысты. Мәселе кітапта емес, мәселе бағдарламада. Сол ғой мен сізге айтып отырған, бағдарлама. Проблема бағдарламада. Мысалы мектепке барсам, айтсам, мен тегін берейін десем де кіргізбейді, өйткені педагогикалық білімің жоқ дейді. Бізде боковой вход деген арнайы тетік бар. Сол тетік бойынша мен қажет болатын болса сізге рахмет. Бойынша сіз мектепке келіп, осы беруге мүмкіндік аласыз. Рахмет. Сіздің киім мәселесіне қатысты да бұл өте жақсы. Пәннің бағдарламасы бойынша ұсыныстарыңыз болса, бірге жұмыс істейік.